Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қамын жазда ойла дегендей, бүгін қызанақтың соғында қиярды, капустаны және де қызанақты араластырып жабатын боламыз. Менімен бірге жабуға кеңес беремін. Алдымен банкаларымызды жақсылап жуып аламыз. Ешқандай булаудың қажеті жоқ. Қиярларымызды жақсылап жуып, 1 сағатқа салқын суға салып қоямыз. Сәбіздерімізді тазалап алып, видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп, сол артық жерлерін алып тастаймыз. Бұл банкіге салғанда ерекше әдемі болып тұрады, және де бір жағынан сәбіз өзіндік дәмін беретін болғандықтан, сәбізді осылай арнайылап кесіп алып, жіңішкелеп турап дайындап аламыз. Енді банканы жинауға кірісеміз. 2 литрлік банкымызге осындай аскөктің балғын түрін саламыз. Бұл қыстың күні помидордың соғын ішкен кезде ешқандай артық түйірлер болмас үшін, және де қызыл, жасыл тәтті бұрыштарды бөліп, қиярлардың 2 шетін алып тастап банкымызге орналастырамыз. Арнайы дайындап алған сәбізімізді осылай банкының жан-жағына 3-еуін салып шығамыз, және де 3 ділім чесногымызды салып, капусталарымызды орналастырамыз. Бұл жерде мен чили перец салдым, ол жалпысында қатты ащы дәм бермейді. Егерде ұнатпасаңыздар, онда ол перецті қоспасаңыздар да болады. 1 чилиімізді қосып, помидорларымызды жақсылап орналастырамыз. Банкаларымызды жинақтап болған кезде біздің суымыз қатты қайнап тұру керек. Сол қайнап тұрған ыстық суымызды дайындап алған банкаларымыздың барлығына құйып шығып, қақпағын жауып 30 минутқа банкаларымызды қалдырамыз. Бізге енді помидордың соғы қажет болады. Шырын-сыққышқа помидорларымызды салып, соғын ажыратып аламыз. Жалпы қанша литр су кетсе, бізге сонша литр помидордың соғы керек болады. Осылай помидорлардың соғын дайындап алып, біздер оны отқа қойып қайнатамыз. Помидордың соғы қайнағанға дейін барлық банкының ішіндегі суын осылай төгіп тастаймыз. Бұл су бізге қажет емес. Енді дәмдеуіштерін салатын боламыз. 2 литрлік банкіге 1 ас қасық секерімізді, 2 ас қасық тұз, 2 лавр жапырағын және де 7-8 түйір қара бұршымызды қосамыз. Осы кезде біздің қызанағымыздың шырыны сақырлап қайнап тұру керек. Қайнаған шырынды барлық банкаларға бөліп құйып шығамыз. 70% уксусты кішкентай қасықпен 3 банкіге бөліп құямыз. Және де қақпақты міндетті қайнатамыз. Қайнағаннан кейін банкаларымыздың қақпағын бекітетін боламыз. Және де толықтай дұрыс бекітілгенін, ішіндегі секері мен тұзының ерігеніне көз жеткізу үшін банкыны әрлі-берлі аунатып барып, төңкеріп, толықтай орап, суығанға дейін қалдырамыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егерде бұл видео сіздерге пайдалы болған болса, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.